Қазіргі таңда кейбіреулер Наурыз деген қазақтың мейрамы емес деп қуып жүргенде Қазақстан Республикасы Наурызды бақандай 10 күн тойлайтын болды. Яғни айтқанда Наурыз декадасы, Наурыз нама, я бұрынғыдай 21, 22, 23 ғана емес, қазіргі таңда Қазақстан Наурызды 14-нен бастап 24-не дейін тойлайды. Я бірінші күні біз амал мерекесі дейміз, екінші күні жаңағыдай ұлттық киім мерекесі, үшінші күні ұлттық ойын, салт дәстүр деген сияқты жалпы айтқанда 10 күннің өзінің кәдімгідей атаулары бар. Яғни соған байланысты Қазақстан дәл сол атаулар бойынша Наурызды өткізеді. Биылғы Наурыз негізі ерекше болды ағайын, көрген адамдарға, бақылаған адамдарға. Мысалға алатын болсақ, биылғы жылы Қазақстанда Наурыз IT технологиялар бойынша өткізді. Яғни әр киіз үйдің ішіне тігілген LED экрандар, IT-дан жасалған дүниелер, роботтар, сондай керек десеңіздер, қазір айтсам сенбейсіздер, кейбір жерлерде Наурызға дайындалған тамақтарды ағайын кәдімгідей дрондармен тасығанда болған екен. Рас, ондайларды жаңағыдай әлеуметтік желіден көріп таң қалып отырмыз. Мысалға, осы Наурызға, осы 10 күннің ішінде қаншама миллион деді, алдында оқып едім, осы қанша? 10 миллиондай деді ма, 9 миллиондай ма адам тартылыпты, өздеріңіз ойлаңыздар. Демек, бұл Қазақстан халқына, қазақ елі үшін Наурыздың алатын орны ерекше екенің тағы да бір дәлелі. Жалпы бұл Наурызды негізі жаңағы IT технологиялармен тойлау, бұл біздің Қазақстанның болашақта IT мемлекеттерінің алдыңғы қатарда болуына бір қадам деп білем, өзім рас айтайын. Сондықтан ағайын, Наурыз бұл қазақтың төл мерекесі. Биылғы Наурызда мысалға бұқаралық ақпарат құралдарда, жаңағыдай әлеуметтік желілерде өте көп ауқымды атсалысты, рас, я. Себебі бұл әлеуметтік желі арқылы біз Наурыздың қай жақта қалай өтіп жатқанын барлығын білдік. Мысалға, Digital Наурыз бағдарламасы бойынша әртүрлі ойындар, әртүрлі салт дәстүрлеріміз көрсетілді. Мысалға, осы Наурыздың арасында керек десеңіздер, роботтардың көкпарында көрдік. Сондықтан ағайын, Наурыз қазақтікі емес деуді қояйық, қазақтың төл мерекесі Наурыз құтты болсын.